Қайрат, мен Әбжаппар үшеуміз бір жерде отырдық қой. Ұшақты өрт серіктік балағатты 5 тәулікке қамалған Тұрсынбек Қабатов әзілмен елді күлдіртті. Әзілкеш Қайрат Нұртас пен Әбжаппар Әлғожа үшеуі темір торға қалайтып болғанын айтып берді. Қайрат, Әбжаппар үшеуміз бір жерде отырдық қой. Сөйтіп, шаршап кеттік, концерт, той, домалап. Бір демалу керек еді, деп әңгімелесіп отырғанбыз. Негіз басқа жерде ойлағанбыз, негіз демалатын. Ан жақта ойлаған жоқ еді. Сөйтіп демалып келдік. Мен 5 күн сұрап алдым. Қайрат қатты шаршаған ау дейіп 15 күн сұрап алдым. Әбжаппар 10 күн алыпты. Негізі жақсы жігіттер ғой. Ерке жігіттерді халық қолдайды. Жігіттер демалып жатыр, деді актер. Айта кетейік, маусым айының соңында әзілкеш актер Тұрсынбек Қабатовтың үстінен де қылмыстық іс қозғалған еді. Сотта ол борт серіктің нашар қызметіне көңілі толмайтынын айтып, оларға өз ескертуін білдірген. Ол өзінің әдепсіз сөз айтқаны немесе айтпағаны есінде жоқ екенін алға тартқан. Бірақ қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін кешірім сұраған. Әзілкеш 5 тәулікке қамалды делінген еді ресми мәлімдемеде.